Барлықтарыңызға сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін алма қосылған көкнәр пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Рецепті соңына дейін қарап, каналға тіркеліп қоңыраушаны басып, достарыңызға жіберіп бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда тек қана 100% тура шығатын оригинал рецепттермен бөлісетін боламын. Алдымен құрғақ ыдысқа 3 жұмыртқамыздың ағын салып, және қанттың тең жартысын салып, көпіріп, көтеріліп ағарғанша миксерлейміз. Біздің ақуызды массамыз өзін ұстайтындай осылай болып көтерілу керек. Және бөлек ыдысқа бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды саламыз, және үстіне жаңағы қантымыздың қалған бөлігін саламыз. Шым-шым ванилин мен қопсытқыш салып, тағы да миксерлейміз. Осы майымыздың үстіне жұмыртқамыздың сарысын біртіндеп отырып салып, араластырамыз. Әбден араласқасын үстіне ыстық суға бөктіріп алған көкнәр, яғни макты саламыз. Ыстық суға бөктірмей, құрғақтайда сала берсеңіздер болады. Және ұнымызды саламыз. Енді лопатаның көмегімен жақсылап тұрып, барлығы бір қалыпты масса болғанша араластырамыз. Біздің массамыз әбден араласты. Енді жаңағы ақуызымызды жайлап шетінен отырып қосып, тағы да араластырамыз. Үш алмамыздың сыртын тазалап, ортасынан қақ бөліп, тағы да жартылай бөліктерге бөлеміз видеодағыдай. Пирогымызды жалпы 20-20 формасы болса, соған салып пісірсеңіздер болады, немесе дөңгелек формаға. Ал менде мында 22-де 17 сантиметрлі формаға құйдым. Біздің массамыздың иісі өте ғажайып болып шығып тұр, себебі біз оған шым-шым ванилин қосқаннан кейін. Енді барлығын тегістеп, лопатаның көмегімен жаңағы туралған алмамызды осы видеодағыдай салып шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 190 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Пешті өздеріңіздің қызу жылдамдығына байланысты уақытқа қойсаңыздар болады. Міне біздің қош иісті осындай көкнәр пирогымыз дайын болды. Бұл пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі де өте жұмсақ, сондай дәмді, иісі де ғажайып, бір шайда жоқ болып кететін пирог. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Алда тағы да оригинал рецепттер және мастер-класстар шығады. Видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны міндетті түрде басып қойыңыздар, және достарыңызға поделиться етіп жіберуді ұмытпаңыздар.